Бәріңе сәлем. Шия ағашының жемісі өте пайдалы әрі тәтті. Жемісінен шырын, тосап, компот, жем, шәрбат жасайды және аспаздықта түрлі десерттер жасауға қолданылады. Шия қантқа, органикалық қышқылдарға, ферменттерге, илік, азотты және пектинді заттарға, С, В, Р дәрумендеріне, каротинге, сонымен қатар минералдар мен кальций, темір, фосфор, магний, калий мен микроэлементтерге бай. Әсіресе мыстың мөлшері көп. Шиені медицинада гемоглобинді көтеру, қан тоқтату, суық тигенде ыстықты басуға, іш тоқтатуға, қан аздыққа, жүйке ауруларына, бронхитта жөтел мен қақырық шығаруға қолданады. Буындардың сырқырауы, жас жапырағының дене сыртындағы жаралар үшін шипалық қасиеті мол. Дәмі, түсі және қош иісімен керемет жемістердің қатарындағы шие аспиринге ұқсайды. Зерттеушілердің айтуы бойынша, күніне 20 дана шие жеу бір аспирин дәрісін ішкенмен бірдей. Шие қанды сұйылтып, денені тазалайды. Қанды сұйылтып тазалайтын шие бауыр мен өтті де тазалайды. Бүйректегі зиянды заттардың шығуына көмекші болады. Іш қатуын кетіріп, ас қорытылуын жеңілдетеді. Шиенің құрамында көмірсулар, пектин заттары, органикалық қышқылдар, В2, С және А дәрумендері бар. Шие асқазан, ішек және несеп жолдары ауруларына өте пайдалы болумен қатар, бауыр ауруларына да пайдасы бар. Аш қарынға желінген шие аздырады. Шие асқазандағы жараны, қабынуды және шиқандарды кетіреді. Шиені тұрақты тұтынылған жағдайда бүйрек және қуық жолдарын құмдардан тазалайды. Бауыр ісінуіне пайдасы бар. Өтті қалыпты жағдайға түсіріп, жүйкелерді қуаттандырады. Шие шырыны теріге жағылса дақтарды кетіреді. Безеулердің кетуіне ықпал етеді. Ревматизм, артериосклероз және буын ауруларына пайдасы бар. Шие жемісі ауруды басуда аспириннен де әсерлі. Шие жемісі әрі холестериннің, әрі қанның құрамындағы шекердің азаюына көмекші болады. Шиенің құрамындағы хинин қышқылы бүйректерде тас және құмның қалыптасуының алдын алуы мүмкін. Егер тас болса, уақыт өтумен түсуіне көмектеседі. Қанның құрамындағы зиянды заттардың денеден шығуына ықпал етеді. Шамадан тыс дәрі қолданудан бауырда пайда болатын жүктің азаюына көмекші болады. Құрамындағы А витаминінің маңызды қайнар көзі болған каротин көз проблемаларының алдын алуға көмектеседі. Осы видео пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер.